Екінші әйел алғым келеді, бірақ әйеліме айтуға қорқамын, соған бір дұға бар ма, айтқанда ұрыспайтындай дейді. Өзі осындай сұрақ сұраған адамға өзі екінші әйел алуға болмайды, жаным саған. Ондай алуға болмайды. Екінші әйел алатын адамдардың өзінің түр сипаты, сөзі бөлек болады. Алатын адам. Сен әйел алмақ түгір, әйел дегендегі сөзді айтуға қорқатын адам, сол бір юбканың қасында тыныш отырып, бақытты өмір сүре бер, жан. Сол жақсы жер, тыныш жер, хайвай болмайды жер. Соның қызметін жасап, алақаны сүйіп, жаным деп өмір сүре бер. Сізге керек сол, жан. Алатын адам өз бөлек болады. Оған дух керек. Дух жоқ, жан. Сондықтан тыныш жүрсең, тоқ жүресің, айналып көп жүресің. Екінші әйел алам деп, ондай дұға оқимын деп, ертең нұр кезетке шығып кетесің, жан. Нұр кезетке шықпай тыныш отыра бер.